мынау ананың құрсағына бала түскен кезде, бұл ұйыған қанға айналады, ол сөйтіп шайналған етке айналады, сөйтіп дене бітім біткеннен кейін періште келіп оның 4 нәрсесін бекітіп кетеді дейді. Баланың денесі былай құралған кезде не жазылады екен? Әр қайсымызда болған бұл нәрсе, процесс жүрген 4 нәрсе жазылады дейді пайғамбар алейхиссалам. Біріншісі ризығы жазылады дейді. Біріншісі. Екінші бұл қанша өмір сүреді, сол жазылады. Басы бар, аяғы бар. Біреуге 80 жыл өмір жазылған болса, ол 81 жыл болып қалмайды. Асып кетпейді ешкім. Немесе 80 жазылған болса, 79-да ешкім қайтыс болмайды. 80 ба, 80-де өмір сүресің. Болды, тоқтайды деген сөз. Сол жазылады деді. Үшіншісі, бұның амалы жазылады деді. Өмірде қандай амал жасайды, амалдар қалай болады. Төртіншісі, бұл бақытты ма, бақытсыз ба, сол жазылады деді. Бүгінгі дәріс осы жайында болады, құрметті жастар. Осы хадистің аясында. Біріншісі қалай басталды? Не жазылады деді? Біріншісі ризық жазылады деді. Енді бұл жұмыс жасағылар келмейтін, нәпсіге берілген жалқауларға осы хадисті дәлел қылып айтып жатыр екен да, мен әдейі осыған тоқталайын деп жатырмын. Мен тағдырым осында ризық жазылған, менің не кінәм бар дейді, карта ойнап отыр дегенге бұрып алып. Таксистер отырып карта ойнап отыр деді. Көке, мынауың не десе, бала, мен тағдырым осындай дейді. Мен тағдырымда осылай жазылған, мен ризығым міне осы, міне. Айтып жатсыздар ғой, өздерің хадис бар екен ғой сондай. Мен не кінәм бар деп, өзің жұмыс істемегенін, жалқау болғанын, оны ожан жасырып тұр, айтпайды. Кішігір мана тиын тебен түсіп тұрған соны ғана, соны Құдайға жауып қойып, тағдырмен жауып қойып, бітеп отырды. Бәрін айтқан екен ғой пайғамбар алейхиссалам. Мен тағдырым осы дейді. Құрметті жастар, біз бір нәрсені жақсылап түсінейік. Бұл ризық нерден басталды, нерден аяқталды. Мынанша ризық деп айтайықшы өмірімізде. Бұл жазылғаны ақиқат. Біз оған иман келтіреміз. Оған ешқандай күмән жоқ. Ризықтың осынша кімге қанша объем жазылғанда біз оны талқылай алмаймыз. Ризықты ше. Бірақ әңгіме сол ризықты ішін безендіру бар. Әңгіме сол жайында болады. Мысалы, или былай түсіндірейін. Мысалға, екі дос, екеуі салоннан екі машина алды деп айтайықшы. Екі көлік сатып алды. Сөйтті де біреуі сол қалпында теуіп жүр. Ішінесе бір шуруп бұрамайды. Сол қалпында полик самайды. Сиденияға чехол кигізбейді. Неге десе, осылай тағдырға жазылған бұл машинеге дейді. Бұл машина осылай поликсіз өту керек өмірден дейді. Полик салға болмайды, чехол кигізуге болмайды, тағы не болмайды Құдай ол. Болмайды. Ал екінші досы осылай дәріске қатысып жүрді, ол түсінді. Дұрыс, машиненің қаңқасы жазылған ол. Ризығы ше. Дұрыс, сондай машина жазылған. Бірақ ішін безендіру деген нәрсе бар ғой деп дәріске қатысып ол түсінді де, барды да не істеді ол машинесін? Не істеп жатыр? Қажетті полигін кигізді, чехолын кигізді, тағы не нәрсе керек, бәрін жасап жатыр. Сидениясында подогрев жоқ еді, оны жасатып алды. Қосымша ақшасын төлеп. Не қажет бар оған машинеге қатысты? Қыста қалай ыңғайлы маған, жаздың күні қандай ыңғайлы маған. Мүмкін ішінде кондер жоқ еді, кондер орнатып алды ол ше. Бірақ екіншісі не істеп жүр ол әлі сөйтіп теуіп жүр ана кісі. Машинесін ше. Сен де мынау сияқты ыңғайлап алсай өзіңе. Мына өмірді Алла Тағала берді ғой саған десе, жоқ, брата, мен айтып айтпа дейді. Бұл тағдырға жазылған бұл машина, осылай өту керек өмірден дейді. Түсіндіре алдың ба? Сол сияқты ризық жазылып қойғанына жаңағы машинаның қаңқасы секілді болды, оған ешқандай спор жоқ, тартыс жоқ. Ол жазылып қойған, дұрыс. Бірақ сол ризықты ішін безендіріп, сәндеп, оны баракатын кіргізіп, ыңғайлап, тағы да көбейтіп алу мәселесі бар. Или бұлай, екі дос, екі пәтер алды деп алайықшы. Бір бөлмеліден, екі бөлмеден, екі пәтер алды екеуі. Сөйтіп біреуі не істеп жатыр? Сол қалпында қалдырды үйде. Аппақ, қабырғасы бар, аппақ күйінде берді. Немесе предчистовой қылып берді оған. 80% бітірген, ескі резервхана бар, қабырғасын бәрі сондай. Міне, ішін жасалынбаған берді. Екінші көршісі алды, ол не істеп жатыр ішін? Ремонттап жатыр. Обой жабыстырды,
мебель кіргізді, ананы кіргізді, өзіне ыңғайлы, бала шағасын ыңғайлы қылып жасап жатыр. Ана бірінші не деп жатыр ол? Бұл тағдыр, бұл үй осылай болып жаратылған, оған тиісуге болмайды, осылай өтеді десе, ол қателеседі қатты. Ол үйдің ішін безендіру деген нәрсе бар ғой. Сол сияқты сіздің ризығыңызды безендіріп, ішін өзіңіз ыңғайлап ал деген нәрсе бар. Бірақ үйдің қаңқасын дұрыс Алла солай жасағанына біз оған кірісе алмаймыз енді. Түсіндіре алдым ба? Яғни оны үлкейте алмаймыз. Жаңа машинаны да одан үлкен қыла алмайсыз. Оның өзінің шектелінген қаңқасы осылай тұрады енді өмір бойы. Бірақ бұл жердегі біздің айтып тұрған мәселе, соның ішіне кіргеннен кейін, Алла сізге нығмет қылып бергеннен кейін, оны не істей аласыз енді? Өзіңіздің ыңғайластырып, не істей аласың оны? Өзгерте аласың ішкі оформлениесін жасай аласыз. Үйдің жаңа обойын ауыстыр, люстрасын іліп қой, тағы не керек саған? Отбасыңа қалай ыңғайлы болу керек үй деген нәрсе. Сондай жасай аласыз. Сол сияқты ризықты осылай деп біліңіздер, құрметті жастар, дұрыс, ризықтың қаңқасы жасалынып қойылған. Ол одан үлкеймейді. Одан да кішірете алмайсың оны. Қаңқасы осылай тұрады енді осылай. Оны расасымайды, жазып қойылған деп жатыр. Ал бірақ сол ризығымызды несін баракатын кіргізе аламыз. Оның берекетін кіргізу әрекет ол бізден болады. Оны Алла Құран кәрімде айтып тұр ғой. Инналлаха ла юғайиру би қаумин хатта юғайиру ма би анфусихим. Садақаллаху лазим. Алла айтады. Қайсы біз айтып жатыр, бүткіл адамзатты айтып жатыр. Қайсы бір қауым жақсылыққа ұмтылып, әрекет жасап, осылай ұмтылмайтын болса, жақсы нәрсеге біліп қойыңдар. Алла Тағала ешқандай қауымды өзгертпейді дейді. Болды, солай жүре бересің. Ал өсейін, өнейін, дамиын. Міне, Алла Тағаланың бір мәрте берген осы жалған өмірімді мен бұл өмірге жай келген жоқпын ғой. Алла Тағала маған қандай үлкен мүмкіншіліктер беріп қойды маған. Сол мүмкіншіліктердің ішінде дүние деген нығмет менде болмаса, мен көріп ақсайын деп жатырмын мен. Қайда барсаң да ақша керек саған. Ағайын туысып көмектесің де ақша керек. Ата-анаңды қажылыққа жіберейін десең де ақша керек. Солай ғой. Балаларың жаңағыда не жақсы жерде, шетелде оқытайын десең, оған да ақша керек. Үйде жанжал болмаған қаласаң, ол да ақша керек. Дұрыс па? Қазір қаншама отбасылармен куәгер болдым. Осы ақша үшін қаншама жастар айырылысты. Қаншама отбасылардың үйінде ойран шығып, ұрыс жанжал болып жатыр. Неден? Жетіспеушілік. Жетпей жатыр. Ал ана көкемнің баласы қолын қалтасын салып алып, телефон шұқылап отыр. Мен тағдырым сол ғой енді, қатын, бұдан не істеймін? Мен ал не істейсіңдер ал дейді. Оның сөзін қарасаң, ешқандай вариант жоқ сияқты сөйлеп тұр да ол ше. Бұл мен барым осы, мен Алла мені осылай жаратты, тағдырым осы, менен не істей аламын дейді. Бұның бәрі қате ұғым, бұл дұрыс емес. Алла субхана ва тағала адам баласын өте үлкен мүмкіншілік жаратып берген екен.